сол комнатаға тұрған бала обязательно оқудан шығады. Общагада көп болады. Каждый жыл сол неде тұрған бала, Сол неде тұрған бала, жаңағы комнатаға тұрған бала обязательно оқудан шығады. Неге білмеймін не үшін. Как будто проклятый комната сияқты. Проклятый комната, да. И бір күні бір бала барады сол жаққа. Аха. Художник баланы жатқызады, сол өз жаңғы жатады. Түнде ұйықтап, түнде көзін ашса, алдында бір әппақ киініп алған біреу отырады екен де, силуэтпен. Бір түсініксіз бір адам дейді да, бірақ отырады, бетіне қарап, айғайлаған ғой енді, деген бақырғанда есік ашылмайды ғой. Ана балкондағы немен кірген ғой, секіріп қарама-қарсы комнатадағы болар. Бұл нешінші этаж? Үшінші этаж ба? Үшінші этаж ғой, комнатамен секіріп кіргенде, балконмен кіргенде ішіне ашып неткен ғой. Астына апайларымыз ғой біздің. Сол кісілер келіп жұбатып алған ғой, барлығында кездеседі деген ғой. Сосын болды, басқа жаққа жатқызамыз комнатаға дегенде, ана былай жатпаймын деген ғой. Мен тағы бір рет қонайыншы деген ғой, бір күн түнейші деген ғой. Серьезно? Иә, и қызықты қараңдар. Түнеген, келесі күн түнде қолына дәптер, ручка ұстап жатқан ғой, сөйтіп ұйықтаған. Көзін ашады, ана отыр, соны суретке салған ғой. Прикинь, брат. Художник бала ғой. Қарап отырып, қорқып отырып суретін салған ғой. Анау бүйтіп отыр дейді да, бүйтіп суретін салған. Сол суретін көрдік біз бір.